Ассалаумағалейкум, тарихсүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз кешегі көрші елдің, яғни Ресей Федерациясының президенті Путиннің айтқан сөзі, жалпы өздерінің князі Александр Невский жайлы және орданың қатысты. Жалпы әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, ой пікірлеріңізді және қоңырауды бассаңыз уақытылы біліп отырасыздар шығарылымны. Жалпы орыс патшасы және кеңес одағы бәрі де бұрынғы алтын ордалық өзінің тарихын жоққа шығарып келді. Яғни бірсе жай салық төледі, бірсе жай бағынышты болды деді. Одан белгілі, яғни орыстардың өз тарихын соншалықты қайта жазғаны, мына соңғы Путиннің де жазған тарихы жайлы өздері де шатысып кетті, қаншалықты қандай тарихы бар екен. Яғни бәрібір шындықты қанша жасырсаң да ол шығады, ақиқат. Соның бір ақиқаты өздерінің Александр Невскийдің қаншалықты орын алатыны сөзсіз үлкен орын алады орыс тарихында. Бірақ ол қаншалықты қасиетті адам, олар өздері және орыс шіркеуі оны қасиетті адам дейді. Бірақ ол тарихи орында қаншалықты қасиетті және ол орданың билігінен зардап шекті ме, әлде қайта билік келді ме, сол сөз болады. Жалпы Шыңғыс империясы Қытайды бағындырғаннан кейін орталық Азияны бағындырып, қыпшақтарды қуып, яғни сол кездерде қыпшаққа туысқан болған орыс князьдіктерімен бірге үлкен шайқас болады Калка өзеніндегі. Кейін Батыйдың шапқыншылығы толық орыс жерлерін жаулап, Адриатикалық теңізге дейін бару, яғни Киев князьдігін бәрін Карпатты толығымен бағындырып, 1238-40 жылдары, яғни орыс князі Ярославтың Қытайға барып, толық орыстардың бағыныш антышы, яғни Моңғол империясына кіретінін мойындап, билігін кейін қайтар жолда қатты ауыр өледі, яғни денесінде бөрткен сырқаты болды деп жазады. Кейбір болжамдар бойынша ол оба ауруымен ауырғаны мүмкін. Кейбір тарихшылар, яғни ханның бәйбішесі өз қолымен тамақ беріп, олар өлтірді дейді. Көптеген болжамдар бар. Осыдан бастап оның ұлдары, яғни үлкен ұлы Андрей Ярославич негізі князь болу керек, бірақ оның інісі Александр Ярославич, яғни Невский, ордаға сыртынан ағасының бүлік шығарады, басқа князьдердің бастарын қосып қарсы шығайын деп жатыр, салық төлеуден қарсы деп айдап салып, үлкен жазалаушы отряд келіп, толығымен сол кездердегі Новгород басқа да қалаларын өртеп жазалап өтіп кетеді. Кейін, яғни Андрей Ярославич сол кездегі Волынск князьдіктеріне қашады, туысқандарына, яғни Польшаға қарай. Осылайша Александр Невский князь болып отырады. Кейін көп ұзамай барша орыстардың ұлы князі деген атақ алады, яғни ярлык дейді орыстар. Негізі түрік сөзінен жарлық сөзінен шыққан, жарлығымен ұлы ханның Үгедейдің барша орыстардың ұлы князі деп аталады. Яғни ордада орыстардың көптеген қалаларының князьдерімен сөйлесіп шешіп өтпейінше, олар өздерінің ыңғайлы қылып қойды. Ұлы князь деп қажет кезде бір-біріне қарсы қойып қойды. Яғни олардың бір-біріне тартысы және салық жинау оларға өте ыңғайлы болды. Әрі моңғолдар Қытайды жаулап алғаннан кейін оның мен бірге Илючи Сай айта кетуге болады. Ол жайлы Шыңғыс хан жайлы 2 шығарылымнан тұратын бар каналымда қарасаңыздар. Сол Илючи Сайдың құрған бюрократиялық жүйемен халық санағын жүргізіп, көптеген орыс князьдіктерінде, яғни қалаларында санақ жүріп, қанша халық бар, қанша салық төлейді, қанша қолөнер бар, бәрін анықтап, қажет болса осы Батый өзінің сарайына келіп істеткізді. Осылайша орыстар бағына бастады. Кейбір кезінде Батыйдың шапқыншылығынан зардап шекпеген князьдіктер қарсы шыға бастады. Салық өте ауыр, көп деп, осылардың бәрін сол қасиетті Александр Невский жазалап, соның бір мысалға келтіруге болады. Өзінің үлкен ұлы Новгород қаласын билеп отырып, халықтар төлемеймегенде үлкен баласы амал жоқтан оларды қолдап шығады. Бірақ жазалаушы отрядпен келген Невский Александр бәрінің құлақ мұрнын кесіп, қатты бағынбады жазалап, өзінің кіші ұлы 7 жасар ұлын отырғызып кетеді. Солайша бүкіл орыс халқын толыққанды бағындыртызған алтын ордаға және өзінің билігін орнығуына, беделін орнығуына осы алтын ордаға рахмет айту керек деп айтуға болады. Яғни алтын орданың арқасында Невскийдің Невский болуы, ұлы князь болудың бәрі осы хан сарайына барып, қазақта айтады ғой, төреде бауыр жоқ деп. Сол сияқты өзінің бауырларын болса да үстінен арыз айтып, өзінің билігімен және жауларын құтылып, толыққанды ұлы князь болып, осыдан кейін, яғни жалпы 13 ғасырда айтады, орыс археологиясы басқа да соншалықты салық жинап, халықтың шапқыншылықтан зардап шеккені, сол кездерде археолог, яғни қабатта сол 13 ғасырда ешқандай алтын немесе күміс монеталарын таппаған. Яғни толыққанды алтын орданың салығынан және өзінің князі Невскийдің зардабынан шеккені соншалық өте нашар тұрған. Бірақ 14 ғасырда орыстар толыққанды алтын орданың жүйесіне кіріп, салық орнап және бүкіл Ұлы Жібек жолының қайта құрылуы, сауда-саттықтың қызуы арқасында жағдайлары дұрысталып,
сол жайлы көп әңгіме айтпай, яғни жағдайлар дұрысталған жайлы жалпы дұрысталып, олар үлкен империяның бір бөлігі болып, яғни олар орыс ұлысы деп айтуға болады. Ол жайлы да шығарылым бар каналымда, қарасаңыздар. Сол дами бастаған бүкіл көптеген князьдіктерде тастан крепостер, яғни бекіністер салынып, кейін осыларды кремльдер деп айтады. Сол кремльдерін салынып тастан, ол орыс князьдіктер үшін үлкен қаражат ететін, яғни өз жерлерінде орман болғанмен тастан тұрғызбаған, яғни ол өте көп қаражат ететін құрылыс. Сондықтан жағдайлары жақсы болған, және осы археологиялық слойда, яғни қабаттарында күміс, алтын тиындары көп табылған, және үлкен князьдіктердің сауда-саттық қызу жүріп жатқаны, тыныштық орнап, сырттан жау келмей, Алтын Орданың арқасында үлкен байи бастаған, және князьдіктер бір-бірімен жарыса бастайды. Соның бір дәлелі сол айта кетеді, Невскийдің немересі, кейін Невский шағын ешкім білмейтін Москваға қалашығы, Тверь ол кезде үлкен қалалға айналып, екеуі де бір деңгейде дами бастаған, бір Тверь шамалы халқы көптеу, ыңғайлы, өзен жағасында сауда-саттыққа болады. Ал Москваны ешкім білмеген, шағын тек бір Қытай баласына берген болады Невскийдің. Сол баласынан туған немересі барша Иван Калита, яғни Иван қалта деп айтуға болады. Негізі ол мағынасы түрік сөзі қалтадан, орыстар оны Иван Калита деп атап кетті. Яғни үнемі тиын ақша жинаған деп айтады. Негізі ақша жинаған емес, ақша жинап барша ордаға салық жинаған, сондықтан оны Иван Калита деп қалта деп. Яғни Иван Калита ордадағы ханның туысқанына үйленіп, кейін Тверьдің князьдіктермен жауласып жүргенде, кейбір болжам бойынша Иван Калита өз әйелін өзі өлтірді, бірақ жала жабып Тверьдің князін өлтірткізе, орданың ханын айтып, осылайша ол Иван Калита бүкіл ұлы хан болады, атасы сияқты, Невский сияқты, және бүкіл орыс князьдіктерінен салық жинауға рұқсат алады. Осылайша бүкіл орыс князьдіктерінен жиналған салықтың кейбір бөліктерін өзіне қалдырып отты, және басқа князьдіктердің үстінен арыз айтып, оларда жазалаушы отряд жіберіп, олардың гүлденуіне, дамуына мүмкіндік бермей, Москва ақша тегін түсіп отыр, әрі бекіністер салып, Москва Кремлі осылай салып, орданың жиналған ақшасының бөлігінен үлкен тастан қамалдар салып, дами бастады. Әрі қауіпсіз болғасын көптеген сауда-саттық жерлер, саудагерлер тартыла бастады. Осылайша Москва ең үлкен әрі орталықты. Жалпы Алтын Орданы жаман көзбен көреді, яғни жауыз болды, не болды. Бірақ Алтын Орданың үлкен үлесі бар Москва князьдігіне, Москваның қалай Москва болған. Сондықтан орыстардың қанша жасыра берсін, айта алмасын, мойындамасын, Москва князьдіктер Алтын Ордаға үлкен қарыздар деп айтуға болады. Кейінде осы Калитаның немересі Дмитрий Донскойды айтуға болады. Куликов шайқасында негізі, яғни рас, орыстардың бастары қосылып, санасизм оянады. Бірақ орыс князьдіктерін ол кезде Тоқтамысты қолдап, Тоқтамыс пен Мамайдың арасында болған шайқас, ол орыстардың санасизм бірден оянып қарсы шыққаннан без. Яғни кейін Дмитрий Донскойдың жазған хатына да бар, Тоқтамысқа, яғни сенің жауыңды біз жеңдік, ұлы хан билігін мойында. Жалпы тарихта Алтын Орданың орны мен және сол кездердегі жүйесі, салық салу, көптеген бюрократиялық жүйесі осы орыстың орыс болуына ықпалы мол болды. Кейінде орыстар, яғни бостандық алғанмен де дамуы бастап, жан-жағынан қысым көрді, бірақ империя болып кетуінің арқасы ол қазақтардың арқасы деп айтуға болады. Сол кездердегі ең үлкен қауіп жоңғарлар деді. Соққының бәрі қазақ хандығы өзіне алды. Жоңғарлармен 100-200 жылдай үлкен соғыс кезінде орыс князьдіктер тыныштықта болып, саудагер саттықпен дами бастады, және Европамен тығыз қатынас орнап, Европаның технологиялық даму жүйесін құрды. Соның бір айта кететін жайт, яғни Петрдің жан-жақты европалық рыцарьлар мен тектондық басқа да елмен соғыстарында бірақ қатты алаңдататын жайт осы қазақ, башқұрт, татар хандықтары бірге басын қосып, Осман империясымен келіссөз жүргізіп, бірақ екі ортадағы қалмақ басшысы Аюканың қолдамауы, яғни оның үлкен ойда болды, яғни орыстарды қолдайын ба, әлде мына Осман империясымен қазақ башқұрттарды қолдайын ба деген. Соңында Аюканы көптеген сыйлықтар мен уәделері, қару-жарақпен сатып алды деуге де болады орыс князьдіктер. Осы арқылы үлкен одақ болмай, бәрі ыңғайлы шешіледі орыстарға. Осылайша толыққанды бағындырады. Яғни қазақтардың кейін Әбілқайырдың кіруі-кірмеуі ол тарихи шешілген жайт еді. Ол кезде толыққанды орыстардың дамып кеткені, әрі көптеген қару-жарақтың империал масштабта даму бастағандықтан қазақтардың артта қалуы, технологиялық, ол Әбілқайыр болмаса басқа ханның кезінде немесе үлкен соғыс арқылы да бағындыра алатын, ол тек уақытша жайт. Осылайша
тарихқа және басқа да көз жүгіртсек, Путиннің қазіргі түсінікті жағдайы өзінің ішіндегі аласаттықтан қорқады, яғни халықтың бірігуі, яғни кезінде Сталиннің саясатта солай. Бұрын қазақтарға, жалпы қазақтар емес орыс халқына да Моңғол империясын тарихта жауыз қылып көрсетуі, яғни өздерін Александр Невскийді көреген қасиетті адам деп жақсы кейпінде көрсетіп, ол орыс халқын князьдіктерін бағындырды, яғни ауыз біріктірді деп, қаншалықты ол дұрыс жолмен бағындырды, қандай жолмен біріктірген екен толыққанды айтылмайды. Қазіргі жаңа тарихи кітабында да, яғни сенімдімін ол жайлы айтпайтын, қаншалықты ол орданың арқасына билікке келгені, қаншалықты жауызбен өз халқын бағындырған жайлы. Бірақ тарих, шындық әрқашанда шығады. Рахмет толыққан тыңдағандарыңызға. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, жан-жаққа таратсаңыздар үлкен қолдау болады каналыма. Әрі қоңырауды басып жіберсеңіздер, уақытылы біліп отырасыздар шығарылымды.